Саламатсыздарбы балалар? Көңіл күйлерің, қал жағдайларың жақсы ма? Сабағымыздың тақырыбы елдер мен континенттер, яғни біздің вариативтер. Елдер мен континенттер сабақтың мақсатында бүгін дүниежүзілік қауымдастықты, яғни танысамыз қауымдастықпенен. Және ұйымдардың маңыздылығын білеміз. Жете білу арқылы бір-бірімізді ұйымдардың маңыздылығымен бөлісеміз. Және одан кейінгісі, яғни байланыс жүйесіндегі Қазақстанның компанияларының алпауыт елдермен байланысын болжам жасап, болашақта бізде өзіміз мамандық иесіне жол табамыз. Жарайды. Олай болса мен бірінші өткен сабақтардағы, тақтадағы байрақтарға қарасақ, біз бірнеше сабақтарда осы мемлекеттерді неғып оқып үйрендік. Енді өздерінің қалауларына қарай, байрақтағы мемлекеттерге 1, 2, 3 сөйлемінен анықтама беріп кетсеңдер, тастық кетсеңдер. Қай жақтан бастаймыз, қай топтардан? Я орнынан тұрып айта беріңдер, мұндаяққа өтемін. Правильно, мен Канада елі туралы айтқым келеді. Канаданың астанасы Оттава қаласы, орналасқан жері Американың солтүстігінде орналасқан. Және де оның тәуелсіздігі 1867 жылы 1 шілдеде тәуелсіздігін алды. Және де ресми діні ол христиан діні болып саналады. Сол жерде өзіңде болса, көшірген балалар бәріміз танысып Канада. Америка құрама штаттарының солтүстігінде орналасқан. Жақсы. Мына Канададан Германия мемлекеті, şimdi Христиан жанында туы. Ол мемлекет Еуропада орналасқан, несі астанасы Берлин қаласы. 1990 жылы 3 қазанда тәуелсіздік алады. Ұлттық тілі неміс тілі және федеративті парламенттік жүйемен жүреді. Қытай елдерінде жетекші дамушы ел болып саналады. Оның елордасы Бейжің, ал валютасы юань және де төрағасы бізде Си Цзиньпин болып келеді. Қытайда де адам саны бойынша да, рейтинг бойынша да бірінші орында, ал жер көлемі бойынша үшінші орында болып келеді. Географиялық орны бойынша орталығы Бейжіңде, Бейжіңде болады. Қазақша Бейжің жақсы. Тағы да бар ма? Қазақстан 1965 жылы құрылды, және де тәуелсіздік күні 1991 жылы 16 желтоқсанда алды. Оның зайырлық ол астанасы Астана қаласы болды, және де мемлекеттік тілі зайырлы мемлекет. Зайырлы мемлекетті астанасын айту өздеріңізде. Біріккен Араб Әмірліктері Біріккен Араб Әмірліктері парсы шығанағында Араб түбегінде орналасқан мемлекет. Ол 1971 жылы Ұлыбританиядан бөлініп шығады, және де осы мемлекет тәуелсіздігін алады. Жер көлемі бойынша 114 орында, жалпы ішкі көлемі бойынша 37 орында келеді. Ұлыбритания бірлестігінің құрамында болған жақсы. Географиялық орнын көрсете алыңыз. Барлығымызда бар, иә? Барлықтарында соны көрсетіп тұрсыңдар болады. Негізі тәжірибелерінің жақсы. Егер айтарымыз жоқ болса, тағы басқалардың кейін тағы сұрақ жатармын. Ал енді қазір топқа бірігейік. Мобильді қосымшаларымызды аламыз, түгел барлығымыз фотоларымызды аламыз. Сөйтемізде кез келген өздерін таңдайсыздар. Және сонда шығады ұйымдардың аттары, саяхат деп солай шығу керек. Инвесторлар деп. Енді нелерге қарайды, бұл жерде инвестормыз жоқ. Олай болса, инвестор біріншіге, инвестор дегенде кімге балалар? Инвестор шықты. Кәм маған көрсетіңдер? Сендер де бара ойындар. Так, бұл оқушылар не болмайсың? Екінші саяхатшылар дейміз. Қалғандар ойында қайта келеді?
ұйымдарға ма? Жылдан. Ал оқушылар, енді біз 3 топқа бірігіп алдық, иә? 3 топта барлығынан 6 оқушыдан. Бір топта ғана 5 оқушы екен. Бізге кім келмей отырғанда бүкіл сабақта ағасы, иә? Себебі келмей отыр, себебі жақсы. Так, олай болса енді бізде жалпы топтарының өзі инвестор деп аталып соған сәл ойланыңдарда соған бір екі бөліммен анықтама беріп кетсеңдер. Мұнда саяхатшылар деп екінші бөлімде халықаралық ұйым бар. Так, балалар сол үшін арамызда өзара топ басшысын таңдалсаңдар болады. Негізі топ басшысы осы ұйымның атауын қорғау керек. Келісеміз ба? Так, осылай болса бірінші қатар топ басшы. Инвестор тобы мен топ басшы менеджермін. Инвесторлар дегеніміз ол ең алдымен үнемі сізде қаржылы ақшаларыңызды жоғарылатуға немесе өзіңіздің қаржыларыңызды сақтап отыруға немесе оны сақтауға дамытуға келетін ақшалар болып саналады. Және де сіздің егер осы жинаған алдын ала ақшаңыз болмаса немесе оны бұрыннан жинап келетін қор болмаса, сіз ол жерге ақша салмағаныңыз дұрыс. Себебі биржа сізге сақтандыру туралы жоғалтуыңыз мүмкін, және де сақтандыру берілмейді. Банкте сақтандыру берілмейді. Түсінуге ме балалар? Инвестор тобы өздерінің, мысалы, егер ақшамыз бізде запаста болмаса дейді, онда өзіңе қажетті ақшаның барлығын салып жіберуге болмайды, инвестор ретінде деп жатыр, иә? Сонда қаржылық бұл нені айтып жатыр балалар? Қаржылық сауаттылыққа мән беру керек деп жатыр. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Так, екінші саяхатшылар екен, бұған айға сөз көп шығар. Кімді сайлады? Ашуымдай. Ключевой Васильевич Пашев. Саяхатшылар тобы мен өз елімнің табиғатын өте қатты ұнайды және отанымай жүретін ешқандай мемлекет жоқ деп айтсам болады. Сондықтан саяхат ол дүниетануды кеңейтудің жолы деп санаймын. Және де болашақта еліміздің туризм саласына өз үлесімді қосамын және де қосуға дайын деп отырмын. Болашақта сен туризм саласын дамытамын дедің, иә? Мамандығыңды уже белгілеп алыпсың, өте жақсы отыра ғой. Дүниетаным деген сөздің мағынасын жақсы айтып кетті. Түсінеміз ғой балалар, иә? Сонда әрбір елге барған сайын сен бір институттың көлеміндегі осындай өзіңе жинақтайды екенсің. Білім болмаса да көрген білгендерін есте сақталады. Сондықтан да көп естігенше бір көрген дұрыс деген мақал бар ма? Өте жақсы айтып түсіндіріп кеттің. Енді бұл ұйымда 5 оқушы екен. Кімді санап Ат-жөнім тобымыз халықаралық ұйымдар, топ басшысы Ешпанова Абжан. Халықаралық ұйымдар 19 ғасырдың екінші жартысында пайда болды. Алғашқы халықаралық ұйым 1863 жылы швейцариялық Анри Дюнан құраған Қызыл Крест. Қызыл Крест деп ең алғашқы сол ұйым солай аталған. Халықаралық ұйымдар қазіргі әлемдегі халықаралық әріптестіктің негізгі құқықтық ұйымдардың формаларын біріктіреді. Өте жақсы. Түсінікті балалар, ұйымның не екенін ең алғашқы қандай ұйым деді? Есіңізде болса Қызыл Крест деді. Мына бұл мақсатында оның халықтың денсаулығына аса үлкен мән беру керек. Себебі ең негізгі бұл өмірде адамзаттың несі қалады? Өмір сүруі дұрыс, яғни өмір сүруі деген сияқты. Осындай мақсатта. Ал енді олай болса, бұл тақырыпта сіздерге негізі бұрыннан таныс, иә? Солай ұйымдар не екенін біліп жатырмыз. Саяхат дегеніміздің қандай екенін және түрлері бар, немесе инвесторлар, кімдер олар деген сияқты. Онда мен сабақтың барысында мен сұрақ қойып кетсем, егер білсек, қол көтермей-ақ жауап бере берсеңдер болады. Мысалы, инвестор дейді. Қазақстан территориясының өзі, мысалы, Қазақстан жас мемлекет деп айтамыз, иә? Біздер тәуелсіздікті алғаннан кейін осы инвесторларды біз көбірек өзімізге не қыла бастадық? Сонда маңызы не? Мысалы, қазіргі кездің өзінде инвесторлар бізге өте көп керек. Өйткені ол шарттың бәрі уже 30-40 жылға беріледі ғой. Мына енді тәуелсіздігімізге қанша жыл болып асып жатыр деп ойлайсың? Енді содан асып жатырмыз, иә? Демек ол шарттың бәрі ескіріп жатыр. Бірақ біз инвесторларды жібергеннен өз бетімізше емес, тағы да сол инвесторлардың не болды? Ондай болса
туралы білгендеріңізді, оқырмандарыңызды және Қазақстанның өзінің территориясындағы инвесторлардың мақсаты қандай? Қазақстан үшін пайдасы не? Осыған жауап берсеңіз. Және де Қазақстан инвесторларды қазіргі уақытта мысалы 40-30 жылдан кейін шарт тоқталса да, олар қайтадан өздерін шақырып жатыр. Инвесторларға мысалы бізге қандай пайда келеді? Например, оқушылар мысалы білім жағдайында да, халықтың жағдайында да бүкілі пайдалы жағынан көмектеседі және инвесторлар неге біздің мемлекетке келеді, яғни келісімшартты кейін. Мысалы Қазақстан Орта Азияның орталығында орналасқан, яғни Астана елдерімен қатынас жасауға өте қолайлы мемлекет десек, яғни көпір ретінде Еуразияның ортасында орналасуы оның плюсы деп плюсы, яғни сол үшін олар қызықтырады. Мысалы біз Қазақстан арқылы Ресеймен де, Қытай мемлекеттерімен де байланыс жасай алады. Бұл да бір көршілер ғой бізге. Көрші елдермен біз байланыс жасаймыз. Бірақ біз көпір дегенде қай аймақтарда біз байланыстырамыз? Дұрыс айтып жатырсыз балалар. Онда қандай жолдар қазір бізде, мысалы, соны айтып кетсеңдер болады екен. Батыс, Европа және біздің сол тап нақ ортасынан осы жол өтіп жатыр екен. Ұлы жібек жолы. Енді ұлы жібек жолы ол ескі кездегі, ол айтуға бірақ тарихта, қазіргі кездегі біз қазіргі Қазақстанда айтамыз. Тас жол, дұрыс. Тағы бар ма айтатынымыз? Олай болса, егеменді Қазақстандың дүние жүзіндегі тануы дейді, қауымдастықты. Не айтамыз осы қауымдастыққа? Білгендерді айтайын. Ортаға салайық. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы тәуелсіздік жайлы декларацияны жариялады. Және де 1992 жылы Қазақстан Республикасы 9 мемлекетпен дипломатиялық байланыс орната бастады. Және де осы тәуелсіздік алу арқылы Қазақстан Республикасы дүние жүзіне танылуға мүмкіндік ала бастады. Және де Қазақстан Республикасы ең бірінші болып мойындаған бұл Түркия мемлекеті болды. Америка құрама штаттар мойындады, жақсы. Тәуелсіздіктің бастамасын айтып жеттім. Тағы да, және де 1992 жылы осы Қазақстан тәуелсіздігінің 30 мемлекеті болып тани бастады. Оның ішінде мінекей Америка құрама штаттары, Канада, Қытай және де Иран, Пакистан мемлекеттері болды. Және де 1999 жылдан бастап 100-ден астам мемлекеттер оның Қазақстанның бар екенін тәуелсіз алданғанын көріп мойындай бастады. Және де 106-дан астамы ол дипломатиялық қатынас жасауға шарт жасаса бастады. Дипломатиялық қатынас шарт. Қазақстан Республикасы шетелдерде 30-дан астам дипломатиялық және консулдық ұйымдар ашты. Және Алматы мен Астанада 50-ден астам елшілік, шетелдік елшілік және халықаралық ұйымдардың 16 өкілшіміз. Өкілдері бізде уже жұмыс істейді. Қазақстан Республикасының саясаты белсенділігі мен тепе-теңдік сақтауға деген ұмтылысымен және ынтымақтастыққа деген бағытталғанымен ерекшеленеді. Өте жақсы. Және олардың аймақтық біртұтастық көмектер принципін көрсетеді. Біздің еліміз сондай ел. Көршілермен үнемі не болу керек дейді? Тақырдақтылығын тұру керек дейді. Көмек керек дейді, көмек беру керек. Қазақстанның өзінің тең положение бір-біріне тиімді қарым-қатынас, ол бүгінгі келетін дипломатиялық соғыстар мемлекеттермен де санының көптігімен ерекшеленеді. Дипломатиялық қарым-қатынастары біздің елімізде өте ерекше дейді. Оқушылар, бүгінгі мынау берілген тапсырманы бірінші инвесторлар өте жақсы орындап кетті. Сондықтан осы топқа 3 рет қошемет көрсетсек. Бірақ енді қаттырақ қошемет көрсетуге жарайсыңдар, өте жақсы ойларын еркін жеткізе алыңдар. Енді екінші топқа саяхатшыларны, бұл топтың енді саяхатшылардың әңгімесін мұқият тыңдайды, балалар. Ал айтамын. Қазақстанның халықаралық байланысының дамуы. Қазақстан Республикасы сыртқы саясатында басты 3 мәселеге ерекше назар аударады. Бірінші, ТМД, Азия, Еуропа елдері, ақш, тынық мұхит, таяу шығыс аймағы елдерімен халықаралық байланысты өркендету. Екінші, мәдени-экономикалық байланысты күшейте отырып, алдыңғы қатарлы өркениетті елдердің қатарына қосу. Үшінші, Қазақстанның сыртқы саясатында
ерекше назар аударатын мәселе ең жақын және ең ірі көршілес мемлекеттермен солтүстікте Ресеймен, шығыста Қытай Халық Республикасымен қарым-қатынасын нығайту. Өте жақсы. Бағана бір сөзінде бұл оқушының алыс елдерде айтып кетті, иә? Алыс елдер. Карталарын сол елдерді көрсетіп кетті. Үлкен карталар. Ресей, Қытай. Иә, бұл көршілеріміз. Алтынық мұхит жағалауы деген айтылды ма? Айтылды ғой. Сол жағалаудағы елдер ма? Жатада Тынық мұхит жағалауы Жапон елі бар ма? Жақсы. Ал тыңдап отырмыз айтатын. 1998 жылы 6 шілдеде Мәскеуде мәңгі достық пен ынтымақтастық туралы декларация жарияланды. Ол декларацияда мынадай мәселелер қарастырылды. Каспий теңізі құқықтық мәртебе проблемасын шешуді алға жылжытты. Екінші, қаржы өзара келіспеушіліктерді шешуді іздестірді. Үшінші, байқоңыр ғарыш айлағын бірлесе пайдалану туралы. Қай елге байланысты болса, Каспийді бірге шешетін болсақ, Байқоңырды бірлесіп дейді. Қандай? Ресей. Ресей федеративтік деп айтамыз, иә? Картадан қай жер екенін көрсетейік. Әлемдегі қандай ел бұл? Көлемі. Жақсы, бәріміз білеміз, иә? Қарап отырмыз. Жақсы, Нұрдәулет өте жақсы айтып кеттің. Ал 1991 жылы сәуір айында алғашқы шарттық келісім жүргізілді. Бұл келісім барысында бізде Ресей, Қытай, Қазақстан, Тәжікстан және Қырғызстан елдері қатысты. Бұл келісім бұнда негізгі басты мәселе бұл жерде шекараларды бұзбау және де біртұтас аймақ шекараларды 100 шақырымға дейін ұзарту жөніндегі сияқты мәселелер қаралды. Сонда оның түсінігіне ме 100 шақырым дегенде екі мемлекеттің арасында шекаралар бір-бірімен емес, қатты тиесілі емес, 100 шақырымдай алшақ болсын дейді. Және де 1994 жылы 25 қыркүйекте Алматыда болған келіссөздің нәтижесінде бізде батыс Қазақстан мен батыс Қытайды жалғастыратын мұнай құбыры жүргізу туралы шартқа қол қойылды. Картаны көрсететін болсақ бізде шарт кезінде бізде Ресей Федерациясы, Қытай, Қазақстан, Тәжікстан және Қырғызстан елдері қатысты. Және де бұл жерде бізде мұнай құбырын жүргізу туралы батыс Қазақстаннан бізге батыс Қытай аралығындағы жүргізу туралы. Сонда қай облысты айтып тұр балалар? Батыс Қазақстанды солтүстік Ақтөбені айтып дұрыс, иә? Ақтөбе, иә? Ақтөбеден сонда Қытайға қарай не жүргізілді дейді? Құбыр жоқ, сенің болыңыз ба? Құбырды білеміз ба? Не екенін балалар? Жер асты арқылы, немесе трубалар, иә? Онда нені өткізіп жатырмыз Қытай еліне? Топ басшысы, иә? Шекараның нақтылауы айқындалды. Батыс Еуропа, батыс Қытай халықаралық тас жолы қазіргі кезде қазіргі таңда қолданысқа Қытай ақш байланыстары. Қазақстанның сыртқы саясатында ақш-пен байланысының маңызы өте зор. 1991 жылы 25 желтоқсанда ақш Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігін таныды. Және қазіргі таңда ақш Қазақстанның аса инвесторлардың бірі болып табылады. Және 1997 жылы екі ел арасында экономикалық әріптестік бағдарлама жасалып, бұл бағдарламада қарашығанақ кенішін, яғни мұнай газ кенін және Каспий қайратын игеру туралы шарт қол қойылды. ақш солтүстік Америка материгінде орналасқан. Демек біз онда бізде арақашықтық өте алыс болса да, бізде инвесторлар шығарып жатқан жоқ, иә? Бай елдің бір екенімізге қызығып жатқан балалар, қай салаға көбірек инвестиция салып жатыр? Бізде ол қай бөлікте екен? Каспий қайран, иә? Өте жақсы кетті. Айтпадыңыз. ақш Қазақстан мәдениет пен білім дамыту саласында үлкен қолдау көрсетуде. Болашақ бағдарламасы шеңберінде қазақстандық студенттер ақш, Франция, Германия, Жапон елдеріне барып білім алуда. Демек болашақ бағдарламасы осы инвесторлардың көмегімен сол біздің елдің жастары сондықтан білім алуда. Енді жаңа айтып кеткен жауаптардың барлығы балалардың береді. Топ басшылар бірінші тапсырма бойынша және
бағаны уақытылы қойылуы керек. Так, біздерде енді халықаралық ұйымдар дейді. Алғашқы ұйымның қай жылы екенін айтып кеттіңдер, иә жаңа, иә? Қандай деді? Қызыл? Ал халық тоқтырады. Тоқтырады, иә? Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстан тарихында 1992 жылында Біріккен ұлттар ұйымының қолдау мүшесімен ерекшеленді. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының қырық сессиясында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның ықпал сөз туралы айтып кетіп, және де екі маңызды ұсынысты айтып кетеді. Бірінші ұсыныс ол Біріккен ұлттар ұйымының қоры құруды ұсынады. Екіншісі ол өзара ынтымақтастық және де шараларды құруды ұсынады. Бұл басқарма мүшелері тарапынан қолдау тауып және де Қазақстанның сыртқы саясатын айта кетеді. Қызығушылық білдіріп жатыр. Тағы біраз бәріміз қатысу керекпіз негізі. Десем боламыз. 1906 жылы Кадетский деген атаумен құрылған ұйым. Құрылтайшылар болды Ресей, Қытай, Қазақстан және де Тәжікстан болатын болған. Кейін 2001 жылдың 1 маусымынан бастап Өзбекстан мемлекеті қосылып, 15 шілдеде Шанхай қаласында 6 мемлекет бастап халықаралық үкіметаралық ұйым өтті. Осы Шанхай ынтымақтастық ұйымына декларация қабылданғанына сәйкес олардың негізгі мақсаттары бар. Олар бізде мүше мемлекеттер арасындағы сенім, өзара достық және де татулық қарым-қатынастарды нығайту және де саяси, сауда-экономикалық, көлік, қуат көздері және де экологиялық өзге де шаруашылықта әріптестік ретінде шараларды дамыту. Бұл ұйымның штаб-пәтері қай жерде? Штаб-пәтері Қытайдағы Бейжің. Жақсы. Бәріміз естіп отырмыздар балалар. Әрбір айтылған сөз қазір сұрақ болып келуі мүмкін. Сондықтан егер түсінбесеңіз сұрақ қоюға болады. Толықтырамыз, иә. Қазақстанның 1905 жылы Ислам конференциясы ұйымына кіреді. Ислам әлеміне белсенді ықпал жасап, Қазақстанның сыртқы саясаттың ең басты бағыттарының бірі болып саналады. Өз жағынан ислам әлемі Қазақстанды мұсылман қоғамдастығының ажырамас мүшесі ретінде қабылдады. Арай қосам деп жатқан жарайды, жақсы. Биологиялық әртүрлілікті сақтау мақсатында белгілі ерекше қорғалатын табиғи аймақтардың ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік табиғи және мәдени мұрасы адам мен биосфера бағдарламасының шеңберіндегі аймақтардың тізімге кіргізу туралы шаралар іске асыруда жергілікті ресурстар. Жақсы, бір сұрақ қойып кетсем, осы ЮНЕСКО-ның қызметіне байланысты отыра ғой, барлығына тыйым қоямыз. Егер не болса, бірінші жауап берсек болады. Балалар қорғауға алған аймақ бар, иә? Қазақстанда ЮНЕСКО-ның қамқорлығына алынған. Ол біздің Қазақстанның оңтүстігіндегі қорықтың бірі. Ақсу жабағылы. Иә. Не қорғауға алынған? Жамағатылғанда ең алғашқы тасқа таңбалап қалған балық, сонда алғашқы балықтар осы соның скелеті бізде тасқа таңба болып Ақсу жабағылы қорығында сақталған екен. Демек, қандай пайым болады бізде сонда балалар? Бұрын біздің аймақты ұзақ жылдар бойы су басып жатқан алғашқы үлкен қандай теңіздерді немесе айдын десе, сол туралы айтылған бұнда. ЮНЕСКО-ның біз қамқорлығындамыз ба қазір? Тек ол жер емес, басқа да, бірақ енді біздің аймақты айтып кетті біздің міндетіміз. Өте жақсы. Қолда сұрақтар келгенде қосымша айтып отырған оқушылар бар ғой қазір, иә? Соларға 4-ші графикада соған өздері балаларды қойып көмек болды. Мысалы, қазір кім көмектесті? Осы бөлімде. 3-ші топта, иә? 3 қой бұл, иә? Дариға, мысалы. Айтамыз. Қазақстан Республикасы ЮНИСЕФ Біріккен ұлттар ұйымының балалар қоры. Қазақстанда 1992 жылдан бастап жұмыс атқаруда. Мақсаты денсаулық сақтау саласында жедел жәрдем көрсетуді насихаттайды. ЮНИСЕФ арал аймағының
Арал аймағының халқын сауықтыру жөніндегі бағдарламасы әйелдер мен балалардың денсаулығын қорғау, білім беру, балалардың тынығын жақсарту, сумен қамтамасыз ету, санитарлық қызметтерді жақсарту бойынша нақты шаралар жүзеге асыру. Тағы сұрақ қойып кетейін, оны білсең егер өзің айтсам болады. Мысалы, менің ЮНИСЕФ ол қай ұйымнан бөлініп шығып отыр, сол ұйымның құрамында, жаңағы ЮНЕСКО-да, иә. Мысалы, бұл оқушының айтқанын түсінген ма? Қайда көмек беру керек деді? Арал маңында. Неліктен? Бүкіл әлемде Қазақстан территориясы арал маңында бала мен анаға, немесе сол аймақтағы халықтың денсаулығына аса көңіл бөлді. Не үшін? Арал теңізі бізде құрған кеткен болатын тұғын, және де оның астында қаншама тұздар қалып кеткен, олар ауаға ұшып, Арал өңірінде ғана емес, жалпылама дүниежүзіндегі бүкіл жерге тұздары ұшып, ол жердегі денсаулыққа әсері бар, және де табиғатқа да, топыраққа да әсері не болып тұр? әсері топырақтың қышқыл жаңбырдан келеді, топырақтың ұнтарлығын бұзады, және де көптеген аурулар шақырады. Енді иә, дұрыс, оны өте дұрыс келісемін, бірақ негізгі қазір экологиялық әлемдік ғаламдық проблемада не тұр осыған байланысты? Су тартылғаны Жоқ, су тартылды ғой, содан кейінгі болып жатқан мәселе ғаламдық деңгейге өтіп кетті ғой балалар. Қандай тұзды шөл пайда болды, иә, әлемдегі мысалы ол да басында озон деген қабат есімге түсірмей жатырмыз ғой, озон қабаты, иә, соларға үлкен ашылып, яғни ол да күн сәулесінің тікелей түсуіне мүмкіндік береді. Жақсы, қолдап отырғандарыңызға өте рахмет. Өте жақсы айтылып кетті. Түсінбеген сұрақтар бар ма жалпы? Мен өзім яғни 3 топтың да жауаптарына және сұраққа берген қосымша жауаптарға жауап беруіне өте үлкен рахмет айтамын, және мен өзім сендерге ризашылығымды білдіремін. Қазір енді дәл осы топтардағы айтылған тапсырмаларды сұрақ қылып береміз. Ол үшін телефонды пайдаланамыз. Бұл телефонда мобильді қосымшаны пайдаланған кезде жылдамдық ескеріледі. Тек қана дұрыс жауап емес. Так, түсінікті ме балалар? Алып кіреміз енді. Экранға қараймыз енді балалар. Сонда, лидерлер шығып тұр, иә? 10 лидер, иә? Тимур орнынан тұра ғой, мұны жылдамдықтан 7 балл дейді, 15 секунд па бұсында? 15 секунд, иә, өте жылдам болды. Одан кейін Нигора, екінші топтарына қарап не ғой? Орнынан Арайлым қайтылсы, екінші топ. Үшінші, төртінші Еркежан. Молодцы, үші олыңдар. Нұрдаулет, екеу. Інжу, үшеу олыңдар ма сендер? Екеу. Одан кейін Аружан. Ой, молодцы, бесеу. Сосын Бота, Ерғазы, екеу, және Амина. Қай топтың балалары өте жылдам? Үшінші топта жақсал бағым, үшінші өтті. Енді, дәл осы тапсырманы алдарында кесін картаменен
kәдімгі аңыз картасы тұр, иә? Аңыз картасына қарап отырып, ұйымдардың штаб пәтері қай жерде тұр, не себепке қойып қойдым нелерді. Қағаздар бар, қарасаңдар, ашасыңдар, видеода онлайн видеоның бірінші қойып балалар содан тура жаңағы тапсырма қойып өздері оқиды. Түгелмеген алда болу керек. Одан сенде бір жақсы қылғандар бар. Ойланды. Егер мен дұрыс түсінбей жатсам, ол айтасындағы бар, ана қағаздан қарап көрсетіңдер.